Референдумду колдоо үчүн 47 адамдан туратын облустук коомдук штаб курулду. Алдағы уақытта штаб мүшелері өңірдің елді мекендеріне ірі кәсіпорындар мен ұжымдарда конституцияға енгізілетін өзгерістер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізетін болады. Түсіндіру жұмыстарын сапалы жүргізу мақсатында жер, ауыл шаруашылығы саласы, заңгерлер, экономистер мен тіл мамандары бар 17 адамнан тұратын сарапшылар пулы да жасақталды. Сондай-ақ штаб жанынан бақ пен жұмыс жүргізетін 5 адам, мониторинг 17 адам, креатив 16 адам сынды топтар құрылды. Түсіндіру жұмыстары жүйелі жүргізу үшін облыстық арнайы желілік кесте әзірленді. Желілік кестеге сәйкес 6 мамыр мен 3 маусым аралығында Тараз қаласы мен аудандарда 611 іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Іс-шаралардың басым бөлігі жалпы саны 473 шара Конституцияға енгізілетін өзгерістерді түсіндіруге бағытталатын болады. Тараз қаласында Аманат, Ақжол, Ауыл, Қазақстан халық партияларының ұйымдастыруымен референдумды қолдауға бағытталған митингілер, жастар форумы сынды ауқымды іс-шаралар өтеді. Референдумға қатысу барлығымызға ортақ борыш. Ел тағдырын айқындайтын осынау маңызды кезеңде ешкім шет қалмауға және тарихи таңдауға жасауға тиіс. Барша облыс тұрғындарын аталған саяси науқанға белсенді қатысуға шақырамын.